Саламатсыздар ма оқушылар? 11 сынып алгебра оқулықтағы 4-15 септің шығарылуын көрсетейін. Алдымен менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, осылай есемізді бастаймыз. Теңдікті тура теңдікке айналдыратын x-тің мәндерін табыңдар дейді. Ол үшін t квадрат бөлінген 2 плюс t интегралы тік жақша x-тен 3-ке дейін кіші 0-ден. T-ның орнына бірінші 3-терді қоямын. 3-тің квадраты бөлінген 2 плюс 3. Так. Минус келесі x-ті қоямын. X квадрат бөлінген 2 плюс x кіші 0-ден. Мына жерде бізде 9 бөлінген 2 қосылып 3 минус x квадрат бөлінген 2 минус x кіші 0-ден. Екі жағында 2-ге көбейтіп жіберемін. Көбейтіп жіберейік. Сонда мынау 9 плюс 6 минус x квадрат минус 2x кіші 0-ден. Немесе минус x квадрат минус 2x плюс 15 кіші 0-ден. Немесе минусқа бөліп жіберсем x квадрат плюс 2x минус 15 артық 0-ден. Бұның түбірлерін тауып аламын. 0-ге теңестіріп x квадрат плюс 2x минус 15 тең 0. Түбірлері бізде қосындысы минус 2-ге көбейтіндісі минус 15-ге тең болатын. Бізде минус 5-те x2 3 болады. Бұны параллель әдіспен шығарып алады. Минус 5-те 3 тармағы жоғары қарайды. Минус плюс. Бізге соңғы оңырақ керек, соның есептің жауабы минус шексіздіктен минус 5-ке дейін. Біреуі таңбасы 3-тен плюс 6-ке дейін. Бізде есептің жауабы табылады. Келесі екіншісін шығарайық. Мұнда да t минус t квадрат бөлінген 2 тік жақша x-тен 2-ке дейін артық 0-ден. X-тердің орнына, t-ның орнына 2-ні қоямын. Сонда 2 минус 2-ның квадраты бөлінген 2 минус x минус x квадрат бөлінген 2. Артық 0-ден. Мына жерде 4, 4-те 2 бөлінген 2, мына 0 болып кетеді мына жерде. Сонда минус x плюс x квадрат бөлінген 2 артық 0-ден. Екі жағын 2-ге көбейтіп жіберейік. Сонда минус 2x плюс x квадрат артық 0-ден, немесе бұны x квадрат минус 2x артық 0-ден 0-ге теңестіріп 0-лерін тауып аламын. Тең 0, x бірінші 0-ге, x екінші 2-ге параллель әдіспен шығарайық. 0-де 2, x квадраттың алды 10 болса, тармағы жоғары қарайды. Минус шексіздіктен 0-ге дейін. Біреуі таңбасы 2-ден плюс 6-ке дейін. Бізде есептің жауабы табылады. Үшінші. Бұнда да интегралын табамын. 2t минус 3t квадрат бөлінген 2 тік жақша x-тен минус 2. Мен секілі x-ке дейін артық 0-ден. T-лардың орнына x қоямын. 2x минус 3x квадрат бөлінген 2 бірінші. Минус 2-ні қоямын. Минус 4 болады. Минус 2-ның квадраты 3 көбейтілген 4 минус 3. Мүмкін, артық 0-ден. Сонда 2x минус 3x квадрат бөлінген 2, мұна плюс 4 болады. Мұна 2 қысқарады, 2, мұна 6, мұна минус пен плюс 6 артық 0-ден. Сонда минус 3x квадрат бөлінген 2 плюс 2x плюс 10 артық 0-ден. Екі жағын 2-ге көбейтіп жіберсем, менде минус 2-ге көбейтіп жіберейін. Сонда менде минус 2-ге көбейтсем 3x квадрат минус 4x минус 20 кіші 0-ден деген текст шығады. 3x квадрат минус 4x минус 20 тең 0 деп дискриминант табамыз. 24-тің квадраты азайтылған, қосылған 4 көбейтілген 3 көбейтілген 20 тең 256 деген шығады. X біріншінің мәні 4 қосылған 216-ның түбірі 16 бөлінген 6. 20 бөлінген 6 қысқарады 2-ге 3-тен 10. 3,3-тен 1. X2-ні табу үшін 4 азайтылған 16 бөлінген 6. Минус 12, 6, минус 2-ге тең. Параллель әдіспен шығарсақ, минус 2-де 3,3-тен 1. Тармағы жоғары қарайды. Минус плюс бізге керек теріс аралық жауап. Сонда минус 2-ден 3,3-тен 1-ге дейін аралықта жауап. Келесі 4-ші.
4-ті квадрат бөлінген 2 минус t минус 3-тен x кіші 0-ден мына екеуі қысқарып кетіп 2 қалады. Сонда орнына мән қоя берейін. 2x квадрат минус бірінші жақша минус 3-ті қоямын. Так, 2 минус 3-тің квадраты 9 плюс 3 кіші 0-ден. Сонда 2x квадрат минус 2, мына жерде 18, 21 минус 21 кіші 0-ден деген текст шығады. Бұның дискриминант табамын, 0-ге теңестіріп, 1-дің квадраты азайтылған 94 көбейтілген 2 көбейтілген 21 169 деген сан шығады. 169. X біріншінің мәні 3,5, X екіншінің мәні минус 3. Паралық әдіспен шығарайық, онда минус 3-тен 3,5-ге дейін тармағы жоғары қарайды. Сізге керегі теріс аралық жауап, сонда минус 3-тен 3,5-тің аралығында. Мынау бізде есептің жауабы болып табылады.